Онымен анасы: сенің аяқ қолыңды матап бергенім жоқ, өз таңдауың. Енді осыншама елге басшылық жасап отырған әкеңнің абыройын шелектеп төге көрме. Бәріне өзің кінәлісің, өз обалың өзіңе, деп ұрсып тастады. Сонымен бұл әңгіме жабулы қазан күйінде қалды. Сөйтіп жүргенде қыздың сабағы да басталғаны арада жарты айдай уақыт өтті. Онымен әрі қарай оқытамыз деген қайын атада үн жоқ. Бір күні бәрі түскі астарын ішіп отырғанда үйге Мейрамгүлдің әкесі кіріп келді. Үйдегілер отырған орындарынан ұшып түрегеліп, құда төрлетіңіз деп құрақ ұшып жатыр. Мейрамгүлдің әкесі сыпайы ғана рахметін айтып, дастархан басынан нан ауыз тиді де: құда, қызымызды оқуынан қалдырмаймыз деген уәделеріңіз бойынша осы уақытқа дейін күтіп үнсіз жүріп едім. Қызымның сабағының басталғанына бір айға жуықтап қалды. Сіздер бейғам отырсыздар. Сондықтан шыдай алмай қызымды оқуына жіберейін деп таксиін алып келіп отырмын. Рұқсат болса, осы таксимен қалаға оқуына жіберем деп әңгімені төтесінен бастады. Ауыл әкіміне кім қарсы келе қойсын? Қыздың қайын атасы да сол жерде қалбалақтап рұқсатын беріп жатыр. Сөйтіп, әкесі қыздың құдаларының қолынан жұлып алғандай қылып, қыздың қаладағы күн көрісі үшін ақшасы мен таксидің қаражатын өзі төлеп, қаладағы оқуына аттандырып жіберді. Оқудан қалған күндеріне учаскелік дәрігерден анықтама қағазында әзірлетіп әкелген екен. Оны да қоса берді. Сөйтіп Мейрамгүл қалаға келіп оқуын әрі қарай жалғастырып кетті. Бірақ Сағындық қалада оқып жатқан келіншегіне хабарласуға да онша құлқы бола қоймайтын. 10 шақты күнде Мейрамгүлдің әкесінің телефонынан күйеуі хабарласа, қыз мәз болатын еді. Сөйтсе, келіншегіне телефон соғып, бір хабарыңды берсейші деп Сағындықтың әкесі конторға өзі сүйрелеп алып келеді екен. Мейрамгүл бұның бәрін уақыт өте келе соңынан білді. Күйеуінің ауылда әрбір қызбен кездесіп жүрген туралы сыпсың әңгімелерді көп еститін болды. Алайда қыз ішкі қиналысына қарамай сабағына бар зейін салды. Сөйтіп жүргенде қысқы сессияның уақыты жақындап қалды да, сессияның алдындағы жаңа жылдық 5 күндік демалысқа шығатын болып ауылға жиналып еді. Бірақ Сағындықтың басқа қалада тұратын үлкен әпкесі бұларды өз үйіне қонаққа шақырды. Шақыруды қабыл алған қыз бірден сол қалаға қарай ат басын бұрған еді. Барса, Сағындық келмепті. Жаңа жыл күні де келмеді. Келмеді емес-ау. Осы қалада жүріп әпкесінің үйіне келмепті. Күйеуінің ана жақтан бір, мына жақтан бір іздеген келіншек қайын әпкесі жездесімен күйеусіз жаңа жылды қарсы алды. Тағы 1-2 күн сол үйде аялдаған келіншек сабағы басталатын болып жолға жиналып жатқан. Сағындық кіріп келді. Амандасып қал сұрасқан соң, қайдан келдің деп сұрай бастап еді. Оны қайтейін деп едің? Осы уақытқа дейін мені әке-шеше мен әпкелерім тергемегенде сен тергейін деп бедің деп әйелін сабап тастады. Күйеуінен жауап орнына таяқ жеп тынған келіншек ішінен тынып сабағын жалғастыруға жолға шығып кетті. Сессияларының бәрін үздік бағаға тапсырып, 2 апталық демалысқа шыққан келіншек ауылға оралды. Алайда ауылға келген келіншекті күйеуі сағынып қарсы алмады. Керісінше, бірдеңе айтса болды, төмпештеп сабап тастайтын тұғын. Осының бәріне көңілі қалған келіншек оқуға кетерінде бәрін әкесіне айтып еді. Әкесі бәрін біліп жүргенін айтып, ақыры болмаса қызын қорлатып қоя алмайтынын, осылай жалғаса берсе айырып алатынын айтып, қызын жолға шығарып салды. Сол барғаннан Сағындық ең болмаса бір рет әйеліне телефон шалып болса да хабарласпады. Сөйтіп жүргенде диплом алатын уақытта келіп, Мейрамгүл дипломын үздік қорғап, қызыл дипломға қол жеткізді. Сол кезде өзі оқыған университеттің басшылары университет жанында өзі мамандығы бойынша жұмыс жасауға ұсыныс білдірді. Мұны естіген қыз әкесіне хабарласып, әкесінен ақыл сұрап еді. Әкесі: қызым, мына қарағым саған күйеу болып жарытпайтын сияқты. Басшыларының ұсынысын қабыл алмасаң ауылға қайтып келесің. Ал мынау күйеу сені адам қылмайтынына көзім анық жетіп отыр.
Сен басшыларыңның ұсынысына қарсы болмай қоя тұр. Мен сенің үйіне барып сөйлесейін, не дер екен? Көрейік әуелі, деді. Ол кезде Сағындықтың әкесі айықпас дертке шалдығып, төсек тартып жатқан тұғын. Құдасы келіп айтқанда, келіннің үздік диплом алып жатқанын естіп қуанып, бір қойын сойып, баласына ақша беріп, жолға шығарып жіберіпті. Бірақ Сағындық келіншегіне тағы келмеді. Мейрамгүлдің әке-шешесі де бір қойларын сойып алып келіп, үшеуі жалдап алған пәтерлерінде Сағындықты 10 шақты күн күтті. Ақыры үміті ақталмаған әке қатты ашуланып қызына: осы көрген бейнетіңде жетер, көзім тірі тұрғанда мынандай қылып отыр, мен өлсем күнің не болмақ? Ажырасып жатқан жалғыз сен емессің. Осы жерде қалып жұмысыңды жаса, деп таусыла сөйледі. Сөйтіп Мейрамгүл өзі оқыған университетте, өзі бітірген мамандығы бойынша оқытушы болу жұмысқа тұрып, қалада қалып қойды. Ал Сағындық әйеліне ауылға неге келмедің деп те іздеу салған жоқ. Мейрамгүлге жұмыс орны жатақхана берді. Күйеуден үмітін үзген келіншек сөйтіп жұмысын бастап та кетті. Оқытушылықпен қатар қалалық газетке тілші болып жұмысқа орналасқан Мейрамгүл араға 1 жыл уақыт салып, Байболат атты жігітпен танысты. Байболат Мейрамгүлге бір көргеннен ғашық болып, келіншектің артынан жарты жыл қалмай қойды. Бұлай мінезі жайлы, момын жігітті Мейрамгүлдің өзі де іштей жақсы көріп қалып, екеуі қыз бен жігіт болып кездесе бастаған. Байболат бұрын үйленбеген жігіт екен. Мейрамгүл өзінің бұрын тұрмыста болғанын ашып айтып еді. Онымен қызды қатты жақсы көріп қалған жігіт ештеңеге қарамайтынын айтып, үйленуге ұсыныс айтып табандап тұрып алды. Анасынан гөрі әкесіне жақсы сырласатын қыз мұның бәрін әкесіне жасырмай айтып еді. Егер де бұрын тұрмыста болғаныңды біле тұра үйленем деп тұрса, өзің де ұнатып жүрсең, үйленулеріңе мен рұқсатымды бердім деген соң, Байболат пен Мейрамгүл той жасамай-ақ аз-мұз салт дәстүрлерін жасап отау құрды. Араға 2-3 ай салып, келіншектің аяғы ауырлады. Ішіне сәби біткен естіген бойда дәрігерлер есепке тұруға барып еді. Онымен дәрігерлер әлі ертерек екенін, бірер апта салып барып келуін өтініп, келіншекті шығарып салды. Жастардың қуанышында шек жоқ. Мейрамгүлдің өзі есепке тұратын күнді асыға күтіп жүр. Сөйтіп жүргенде бір күні кешке Мейрамгүлдің іші қатты түйіліп ауырып, шыдатпай бара жатқан соң жедел жәрдем шақыртқан. Келген дәрігер ауруды әрі-бері тексеріп болған соң ауруханаға апарып тапсырды. Ауруханаға барған соң да дәрігерлер қызды мұқият тексеріп болған соң баланың жатырда жатқанын, ол жерде ешқандай ауру жоқ екенін айтып, қызға соқыр ішек деген сараптама қойып, ота жасап тастады. Сөйтсе, ешқандай соқыр ішек емес, баланың жаты түтікшесіне бітуі болып шығып, соқыр ішек отасына кейін екінші қайтара жатырға ота жасап еді. Оны мен қыздың ауруы анықталмай арада ұзақ өтіп кетуіне байланысты қыздың жаты түтікшесі жарылып кетіпті. Сөйтіп қыз бір түтікшесінен айырылды. Сол отадан соң қанша емделсе де Мейрамгүл бала көтере алмады. Ақыры 5 жылдан соң республикалық үлкен емханаға барып қаралып еді. Екінші түтікшесі де жыртылып, іріңдеп тұр екен. Дәрігерлер оны да алып тастамаса, жаман ауруға ұласып кететінін айтып, жылап сықтаған қызды отаға әрең көндірді. Сөйтіп келіншек 3-ші рет ота үстінде жатқызылып, екінші түтікшесінен алдырды. Ауруханадан әлсіреп шыққан қыз араға бірнеше ай салып, ангинасы ұстап, ол да асқынып, миға шауып бара жатқан соң 4-ші рет отаға түсіп, ангинасын алдырды. Ал Байболат болса, әйелінің енді бала көтере алмайтынын білгенде ащы суға әуес болып, бар күйігін арақпен жеңуге тырысты. Арақ ішіп алған сайын, мен енді осылай өмір бойы ұрпақсыз өтем бе сонда деп еңіреп жылайтындығын. Ауыр отадан әлі оңала алмай жүрсе де келіншек өзін емес күйеуін аяп жылады. Ақыры ойлана келе, күйеуінің бағын байламай ажырасуға бел буып, онысын Байболатқа ашып айтып еді. Әйелін қанша жақсы көрсе де, ұрпақсыз қалудан қорққан Байболат
келісімін беріп, екеуі бір-бірін қимай қоштасып, екі жаққа айырылды. Күйеуінен ажырасқан соң аурудан қатты қалжыраған қызды әке-шешесі ауылдарына алып кетті. Ол кезде ол кісілер ауылдан үлкен аудан орталығына қоныс аударған болатын. Ауылға келіп бірнеше ай емделіп, ес жиған соң қыз өзіне жұмыс қарастыра бастады. Онымен бұрын әрі үлкен оқу орнында сабақ беріп, әрі қалалық газеттер тілші болған қызға бұл жерден ондай жақсы қызмет табыла қоймады. Ақыры аяғына таусылып, мамандығы бойынша жұмыс іздеп таппаған қызға жеке меншік тауар сататын компанияға офис менеджері болып жұмыс қана табылып, карьерасын қайтадан нөлден бастауына тура келді. Бұрын ірі қызметте жасаған қызға күні бойы бастықтарға шай қайнатып, оны зыр жүгіріп тасу онша ұнай қоймаса да, өткенін ұмыту үшін бұрынғы жұмысына қайтып оралғысы келмеді. Сөйтіп жүргенде қырсық бір айналдырса шыр айналдырады екен дегендей, енді іші ісіп кететін ауру пайда болды. Дәрігерлер қызды тағы әрі-бері тексеріп, қыздың ішкі ішектері бір-біріне жабысып қалған деген қорытынды анықтама берді. Бұл ауруды да отасыз емдеуге болмайтын болып шықты. Сөйтіп қыз 5-ші рет отаға дайындала бастады. Отаны темір жолдың ауруханасына жасататын болып, қыз сынама тапсырып дайындала бастады. Сөйтіп жүргенде 9 мамыр күні ұжымдас қыздар кафеге жиналатын болып, кішкене де болса көңілін көтеру үшін Мейрамгүл де барған болатын. Кеш көңілді өтіп жатыр. Қыздар улап-шулап билеп жүр. Ал Мейрамгүл болса алдағы өтетін отаны уайымдап, көңілді топқа араласпай, жай ғана сырттарынан қызықтап отырған тұғын. «Сәлеметсіз бе, қарындас? Сіз билемей неғып отырсыз?» деген қоңыр дауыс естіліп, дауыс шыққан жаққа жалт қарап еді. Өзіне күлімдей қарап бір жігіт тұр екен. Сол жерде жігітпен қыз танысып, біраз шүйкелесіп отырған соң, жігіт қыздан телефон номерін сұрады. Қыз да сыпайы жігіттің өтінішін жерге тастамай, жігітке ұялы телефон номерін жазып берді. Ертесіне сынама қағаздарын алып, дәрігерге қаралу үшін ұзын сона дәрігердің кезегінде отырған болатын. Қалта телефоны шырылдады. Көтерсе, кешегі кафеде танысқан жігіт екен. Мейрамгүлдің дәрігерге кезекте отырған білген бойда, «Сен дәрігерге кірмей тұра тұршы, қазір саған өзім келем, күт» деп тұтқаны қоя салды. Айтқан уәдесінде тұрып 15 минуттан соң ауруханаға жетіп келген жігіт қызды далаға ертіп шығып, басқа дәрігерге қаратуға өзімен бірге ала кетті. Жігіттің алып барған дәрігері өте үлкен дәрежедегі профессор екен. Ол кісі қыздың барлық сынамасын танысып болған бойда порталға тіркетіп, ертесі күні Астанаға жолдама алып берді. Жолдамамен республикалық емханаға келген қызға әлгі жігіттің өзі бірге еріп келіп, қиын сәттерінің бәрінде қасында болды. Бұл жерде де отаны үлкен білікті профессор жасап, бірнеше сағатқа созылған ота сәтті аяқталды. Сол күндердің бәрінде жігіт қыздың қасында болып барынша қамқорлық жасады. Жігіттің әйелі осыдан бірнеше жыл бұрын омырау обырынан қайтыс болған екен. Содан 2 қызы бар екен. Сөйтіп жүріп қызға өзінің сезімін жеткізді. Тәуір болып үйіне келген соң, өзін емдеткен жігіттің үйленуге ұсыныс жасаған әкесіне айтып еді. Әкесі жігітті шақырып алып, біраз уақыт сөйлескен соң рұқсатын берді. Сөйтіп қыз 3-ші рет жұмысқа шығып, күйеуінің 2 қызын бауырына басты. Алғашқыда бәрі керемет болды. Екеуі бір-бірімен ренжіспек түгілі бір-біріне сіз деп қана сөйлесетін. Үлкен қызы тұрмыс құрып, екеуі өз қолдарымен ұзатты. Оған дейін Мейрамгүл магистратура мен тағы бір жоғарғы оқуын үздік бітіріп, финанс мамандығын алып шыққан болатын. Сол мамандығы бойынша жақсы жұмысқа тұрды. Сөйтіп жүргенде 1 жылдан соң бұл күйеу үйге келсе басы қатты ауырып жатып қала беретін болды. Әрі-беріден соң ауруына шипасын таппай қиналған соң үйге келсем басым қатты ауырады деп келмеуді шығарды. Осыған дейін ең болмаса 1 рет ұрсып көрмеген адамның неге бұлай болып жүргенін түсіне алмай жүргенде күйеуі үйден біржола кетіп, басқа әйелдің қолына кіріп алды. Мұны естіген қыздың әкесі өмір бойы
коммунистік партияның мүшесі болып халық еміне сенбей келсе де, осы жолы қыздарының бақыты үшін көріпкел жағалады. Жігіттің суретіне біраз уақыт ойлана қарап отырған көріпкел, бұл адам енді саған жоқ, мұны бір әйел етеккірмен дуалап саған қарсы қойып тастаған екен, енді саған оралмайды деп төтесінен бірақ қайырды. Міне, содан бері Мейрамгүл тағы да жалғыз қалды. Қазіргі кезде үлкен бір мекемеде бас есепші болып қызмет атқарады. Қымбат көлігі, әдемі жиһаздармен жабдықталған үйі бар. Бірақ бақыт байлықпен өлшенбейді екен рас екен. Қасында құшағын жылытар не жанашыр адамы жоқ, не омырауын жібітер сәбиі жоқ. Сол жаннан қатты батады. Анасы бірнеше рет біз тірі тұрғанда эко арқылы бір бала туып ал, бағып берейін деп айтып еді. Онымен дәрігерлердің алдына баруға қатты жүрегі шайылып қалған қыз ақ халаттыларды көрсе қатты қорқатындықтан тәуекел ете алмай-ақ қойды. Қыз жігіттің анасымен әлі араласып тұрады. Жігіт өз анасына да бармайды. Мен бір жазбамда байларды түртіп қалсаң өз дерті, тырнап қалсаң өз жарасы бар деп жазған едім. Сол жазбамды оқыған соң Мейрамгүл өзінің өмірін мен арқылы жариялатып, шерін тарқатып, ішін босатып алғысы келіпті. Сіздерге мен арқылы сәлем жолдай отырып, бастарыңыздағы бақты бағалаңыздар дегісі келеді. Батырбек болса үйленді, алайда ол да әлі сәби сүйе алмай жүр. Сағындық болса осы уақытқа дейін 4 рет үйленіп ажырасып үлгеріпті. Кейде Мейрамгүлге телефон соғып, осы жүрісіме сен кінәлісің. Сен мені тастап кетпегенде мен бүйтіп жүрмеуші едім деп Мейрамгүлді әлі кінәлауын қояр емес екен. Соңы.